Пулкан пирогын дайындаймыз. Жұмыртқаға қант салып араластырамыз. Сүт құйып, араластырып, крахмал салып, баяу отта қоюланғанша ұстаймыз. Сары май салып, араластырып, бетін пищевой пленкамен жабамыз. Тестасын дайындаймыз. Жұмыртқаға қант салып, миксермен араластырамыз. Сұйық май құйып, сүт құямыз, араластырамыз. Менде мұнда құрғақ ингредиенттер: ұн, қопсытқыш, какао. Енді осыны жұмыртқалы массамызға қосып араластырамыз. Формаға құйып, бетіне дайын кремді саламыз. Шамамен 180 градуста 40-45 минут пісіреміз. Бетін өз қалауларыңыз бойынша семдесеңіздер болады. Сіздермен болған Балзия ас болсын.